Банкроттыққа тапсырсам, шетелге шығуға бола ма? Көп балалы анамын, үйдің очеретінде тұрмын, үй ала аламын ба? Мінекей, осы сұраққа жауап беремін. Көп адамның көкейінде жүрген сұрақ банкроттыққа байланысты. Ал сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл видео сіздерге пайдалы болды ма? Ақпарат жеткізу қалай, айту қалай, қазақшалап, санаға қонымды қылып жеткізуім қалай болып жатыр? Сол жөнде мынаускейден плюстен қойыңыздар, жаңағы лайктен қойып, таралымын арттыратын әрекеттер жасайық және таныстарға, туыстарға бәріне жіберейік. Олар да осы сұрақтарды ойланып жүретін болса, сол сұраққа жауабын алсын. Ал кеттік. Банкроттыққа тапсырғанда адам шетелге шыға алады. Банкрот деп танылса, шетелге шыға алады. Тек сот арқылы банкроттық пен төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімдері кезінде шетелге шығуға уақытша тыйым салынуы мүмкін. Қалған уақыттың барында жалпы банкрот деп танылу адам шетелге шығуға тыйым салмайды. Екіншіден, үйдің очеретінде тұру да кедергі емес. Өйткені біріншіден үйдің кезегінде тұру банкроттыққа тапсырса, үйдің кезегіне шығаруға негіз болып табылмайды. Және де ол үйді сіздерді ала аласыздар. Неге? Өйткені сіздердің ол аттарыңызға өтпейді. Ол сіздерге белгіленген я тегін немесе ақылы түрде пайдалануға беріледі. Сондықтан ол үй сіздің жеке меншігіңіз емес. Сондықтан банкроттыққа арыз тапсыру, банкрот деп танылу, үйдің кезегіне шығарып тастауға немесе үй алуға ешқандай кедергі жоқ. Соны біліп жүрейік ағайын.